Сол күні мен жалғыз қалдым, бірақ үйде тағы біреу бар еді. Сол таң әдеттегіден ауыр басталды. Күйеуім асылы жиналып, есіктен шығып кетті. Үй бір сәтте тым-тыныш болып қалды. Бірақ бұл тыныштық жай ғана тыныштық емес еді. Бір түрлі қысым бар. Ас үйден ыдыстың сартылы естілді. Енем. Ол ешқашан жай ғана жүрмейді. Әр қимылы қалап, әр сөзі бақылау. «Ерте тұрмайсың ба?» деген дауысы қатқыл шықты. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Ол маған тура қарамады. Бірақ мені толық бақылап тұрғанын сездім. Көзінің қиығы жеткілікті. «Бұл үйде әркім өз орнын білу керек», деді ол суық үнмен. Бұл сөз жай айтылған жоқ. Мағынасы бар. Мен жауап бермедім. Ішімде бір нәрсе шым етті. Соңғы күндері енемнің мінезі өзгере бастаған. Бұрында қатал еді, бірақ қазір бір түрлі салқын, есеппен сөйлейді. Кейде мені сынап тұрғандай, кейде бір нәрсені күткендей. Ас үйде қайнатам отырды. Бірақ бүгін ол да өзгеше. Газет жоқ, телефон жоқ. Қарап отырған жалғыз нәрсе мен, тура көзіме. Мен көзімді тайдырдым, бірақ оның қарағанын сезу тоқтамады. «Шай құй», деді енем қысқа ғана. Мен шайнекті алып үстелге жақындадым. Қайнатамның жанынан өткенде, жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Оның көзі қалыпты емес, салқын емес, жылы да емес, басқаша. Түсіндіре алмайтын, бірақ ішіңді тітіркендіретін көзқарас. Мен тезірек шай құйып, артқа шегіндім. Енем бәрін байқап отыр. Ол үнсіз, бірақ оның көзқарасы өткір. Бір сәтке біздің көздеріміз түйісті. Сол кезде мен бір нәрсені анық сездім. Ол бәрін көріп отыр. Бірақ ештеңе айтпайды. Неге? Бұл сұрақ мені сол сәттен бастап мазалай бастады. Түске жақын үйде екеуміз ғана қалдық. Енем көршіге кетті. Күйеуім жұмыста. Қайнатам мен. Үй іші тым кең сияқты. Дыбыс жоқ. Бірақ тыныштық ауыр. Мен бөлмеме кіріп кеттім. Есікті жартылай жаптым. Бірақ толық жаппадым. Неге екенін өзінде түсінбедім. Бірнеше минут өтті. Сосын дәлізден баяу қадам дыбысы естілді. Жақындап келеді. Жүрегім дүрсілдей бастады. Қадам тоқтады. Тура есіктің алдында. Ешкім кірмейді. Ешкім сөйлемейді. Тек үнсіздік. Сол үнсіздік ішінде мен бір нәрсені анық сездім. Ол есіктің ар жағында тұр. Маған қарап. Бірнеше секунд өтті. Сосын қадам қайта алыстап кетті. Мен орнымнан тұра алмадым. Денем ауырлап кеткен. Сол сәтте бірінші рет ой келді. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Кешке енем қайта келді. Ол үйге кірген сәттен ақ бәрі өзгерді. Ауа қатайып кетті. «Үйді желдеттің бе?» деді ол. Мен «Иә» дедім. Ол бірден бөлмелерді қарап шықты. Әдеттегідей тексеру. Бірақ бүгін оның көздері басқаша. Ұзақ қарайды. Әсіресе маған. «Жақсы жүр», деді жай ғана. Бірақ бұл ескерту сияқты естілді. Мен түсінбедім. Нені меңзеп тұр? Сол түні ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам, дәліздегі қара силуэт көз алдыма келеді. Есіктің алдында тұрған көлеңке. Қарап тұрған көз. Ал ең қорқыныштысы, менің бұл үйде жалғыз емес екенімді сезінуім еді. Ол маған жақындай бастады. Бірақ ең қорқыныштысы, енем бәрін біліп тұрғандай. Таңертең ерте ояндым. Ұйқы жоқ. Басым ауыр. Кеше болған жағдай ойымнан кетпейді. Есіктің алдында тұрған көлеңке. Ол жай ғана қиял емес екен іште анық сеземін. Ас үйге шықтым. Енем әлдеқашан ояу. Үстелдің жанында отыр. Шай дайын. Бәрі реттелген. Бірақ бүгін бір нәрсе өзгеше. Ол маған тым ұзақ қарады. Жай қарау емес. Бағалап тұрғандай. «Кеше ерте жаттың ба?» деді. Сұрақ қарапайым, бірақ үні астарлы. Мен қысқа ғана «Иә» дедім. Ол жымиғандай болды. Бірақ бұл жылы күлкі емес. Сымайтын күлкі. «Ұйқың тыныш болды ма?» деді тағы. Сол сәтте денем түршігіп кетті. Бұл сұрақ кездейсоқ емес. Ол бір нәрсені біліп тұр. Бірақ не? Мен жауап бермедім. Шай құйып, басқа жаққа қарадым. Сол кезде қайнатам кірді.
Ол маған тура қарамады, бірақ жанымнан өткенде тағы да сол сезім. Тым жақын, артық жақын. Мен бір қадам шегіндім. Ол тоқтаған жоқ. Өтіп кетті. Бірақ артынан бір секундқа бұрылып қарады. Сол көзқарас ішіңді қысып жіберетіндей. Мен енеме қарадым. Ол бәрін көріп отыр. Бірақ еш реакция жоқ. Тек шайын баяу ішіп отыр. Сол сәтте миыма бір ой келді. Бұл жерде бір ғана адам емес. Күн бойы өзімді бақылауда жүргендей сезіндім. Қайда барсам да бір көз мені жібермейді. Түске қарай енем тағы да көршіге кететінін айтты. Бірақ бұл жолы ол кетер алдында тоқтап қалды. Маған қарап. Үйде дұрыс жүр, деді. Сөз қысқа. Бірақ ішінде ескерту бар. Сол сөзден кейін жүрегім ауырлап кетті. Ол есіктен шықты. Үйде тағы да тыныштық. Бірнеше минут өтті. Сосын баяу қадам дыбысы естілді. Бұл жолы мен дайын едім. Жүрегім дүрсілдесе де, орнымнан тұрмадым. Қадам жақындады, тоқтады. Бірақ бұл жолы есік ашылды. Баяу. Еш дыбыссыз. Мен орнында қатып қалдым. Қайнатам. Есіктің алдында тұр. Ішке толық кірмейді. Тек қарап тұр. Ұзақ. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен сөйлеуге тырыстым. Даусым шықпады. Ол бір қадам алға басты. Мен орнымнан тұрып кеттім. Маған бір нәрсе керек пе? Дедім зорға. Ол жауап бермеді. Тек бір секундқа көзіме қарап тұрды. Сосын ештеңе айтпастан бұрылып кетті. Есік жабылды. Мен сол жерде біраз уақыт қозғала алмадым. Бұл енді күдік емес. Бұл шекараның бұзылуы. Кешке енем үйге оралды. Бәрі бұрынғыдай. Тыныш. Бірақ оның көзқарасы тағы да маған тоқтады. Ұзақ. Терең. Күн қалай өтті? Деді. Сұрақ қарапайым. Бірақ мен енді сенбеймін. Мен оған қарап тұрдым. Ол бәрін білетіндей. Менің бөлмеме біреу кіргенін, есіктің қалай ашылғанын, барлығын. Бірақ ештеңе айтпайды. Неге? Сол сұрақ мені іштен жеп барады. Түнде ұйықтар алдында есігімді толық жаптым. Алғаш рет. Құлыптадым. Бірақ соның өзінде қауіпсіздік сезімі келген жоқ. Керісінше, одан да ауыр. Өйткені мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл үйде тек бір адам емес. Екі адам үндемей ойнап жүр. Түн ауыр өтті. Есікті құлыптап жатсам да, ішімдегі мазасыздық кетпеді. Үй құстырды. Әр дыбысқа селк етіп оянам. Таңға жақын ғана көзім ілінді. Оянғанда бірден бір нәрсені сездім. Бөлме өзгерген. Бір қарағанда бәрі орнында. Бірақ ішкі түйсік айқайлап тұр. Біреу кірген. Мен орнымнан баяу тұрдым. Айнаға қарадым. Айна сәл бұрылған. Кеше бұлай емес еді. Жастықтың орны өзгерген. Перде аздап ашық. Бұл ұсақ нәрсе емес. Бұл белгі. Жүрегім қатты соға бастады. Мен есікті құлыптадым ғой. Сол ой басында айналып тұр. Ас үйге шықтым. Енеммен қайнатам отыр. Әдеттегідей. Бірақ мен үшін енді ештеңе әдеттегі емес. Енем маған бір қарады. Ұзақ. Сосын ештеңе болмағандай шайын ішуді жалғастырды. Қайнатам да үнсіз. Бірақ бір сәтте көзіміз түйісті. Ол көзін тайдырмады. Мен бірінші болып бұрылдым. Сол сәтте ішімде бір нәрсе анық бекіді. Ол қорықпайды. Күн бойы өзімді жинай алмадым. Бұл тек бақылау емес. Бұл ішке кіру. Менің жеке кеңістігім енді жоқ. Сол себепті шешім қабылдадым. Тексеру керек. Нақты. Түстен кейін бөлмеден шығар алдында кішкентай әдіс ойлап таптым. Есіктің төменгі жағына жіңішке қағаз қыстырдым. Көзге көрінбейтіндей. Егер есік ашылса, қағаз қозғалады. Қарапайым, бірақ жеткілікті. Сосын әдейі ұзаққа кеттім. Қайтып келгенде, жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Есік жабық. Бәрі тыныш. Бірақ қағаз жоқ. Түсіп қалған емес. Жоқ. Жоғалған. Мен есікті баяу аштым. Бөлме бос. Бірақ ішке кірген сәтте ақ бәрі белгілі болды. Ауа басқа. Біреу болған. Жаңа ғана. Мен бөлмені қарап шықтым. Айна тағы да қозғалған. Жастық басқа қалыпты. Киім ілгіште тұрған көйлек сәл қисайған. Бұл енді күдік емес. Бұл
Дәлел. Сол сәтте арқамнан суық тер өтті. Мен жалғыз емеспін. Мен жоқ кезде біреу менің бөлмемде жүреді. Кешке тағы бір жағдай болды. Жуынатын бөлмеден шықтым. Дәліз қараңғы, шам сөнген. Бірақ қараңғының ішінде бір нәрсе бар. Көз үйренгенше күтіп тұрдым. Сосын силуэт көрінді. Адам. Қозғалмай тұр. Маған қарап. Мен тоқтап қалдым. Денем қимылдамайды. Секундтар өтіп жатыр. Сосын ол бір қадам алға басты. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Сол сәтте жарық жанды. Қайнатам. Ештеңе болмағандай жанымнан өтіп кетті. Бірақ оның жанынан өткендегі сезім, бұл жай адам емес. Бұл бақылап жүрген адам. Мен енеме қарадым. Ол бәрін көрді. Бірақ тағы да үнсіз. Тек бір сәтке ғана маған қарады. Сол көзқараста бір нәрсе бар. Мен білемін. Сол түні мен ұйықтамадым. Телефонды қолыма алып ұзақ отырдым. Бір ғана сұрақ. Бұл қашанға дейін жалғасады? Бірақ ең қорқынышты ой басқа еді. Егер бұл кек бастамасы болса ше. Мен дәлел таттым, бірақ ол бәрін жоққа шығарды. Келесі күні күтпедім. Бәрін тез білу керек. Телефонды шкафтың ішіне жасырдым. Камера қосулы. Бөлмеден шықтым. Жүрегім тыныш емес. Бірақ бұл жолы қорқыныштан гөрі ашу басым. Жарты сағаттан кейін қайтып келдім. Есікті бірден ашпадым. Алдымен тыңдадым. Іштен әлсіз дыбыс. Біреу бар. Мен есікті кенет аштым. Бөлме бос. Бірақ ауа тағы да өзгерген. Мен бірден телефонды алдым. Қолым дірілдеп тұр. Видео ашылды. Алғашқы минуттар бос. Сосын есіктің тұтқасы қозғалды. Есік жай ашылды. Ішке қайнатам кірді. Ол асықпай жүр. Заттарды қарайды. Менің жастығымды ұстайды. Айнаға ұзақ қарайды. Сосын камера тұрған жаққа бұрылды. Бір сәт төздері тура объективке қадалды. Сол сәтте менің бойымнан тоқ жүргендей болды. Ол біліп тұрғандай. Бірақ тоқтамады. Шығып кетті. Мен бірден күйеуімді күттім. Кешке бәрін көрсеттім. Видео, дәлел, шындық. Ол ұзақ қарап отырды. Бірақ оның реакциясы мен күткендей болмады. Бұл ештеңе дәлелдемейді, деді. Сол сөз мені сындырып жіберді. Ол жай ғана кірген. Мен үнсіз қалдым. Ішімде бір нәрсе үзілді. Мен енеме қарадым. Ол тыныш отыр. Бәрін естіді, бәрін көрді. Бірақ бір сөз жоқ. Тек шайын араластырып отыр. Сосын жай ғана айтты. Үйде тыныштық керек. Мен жалғыз қалдым. Бірақ бұл соң емес еді. Сол кештен кейін менің ішімде бір нәрсе түбегейлі өзгерді. Қорқыныш орнын ашу басты. Енді үнсіз қалу, өзімді сатумен тең екенін түсіндім. Бірақ дәл сол сәтте ең ауыр шындық анық болды. Мен бұл үйде жалғызбын. Таңертең ерте ояндым. Ұйқы жоқ. Басында тек бір ой. Кету. Бірақ асықпаймын. Бір нәрсені соңына дейін түсіну керек. Ас үйге шықтым. Енем әдеттегідей отыр. Бірақ бүгін оның көзі басқаша. Салқын емес. Қатаң. Кеше не көрсеттің, соны қайталама, деді. Бұл өтініш емес. Бұл бұйрық. Мен үндемедім. Ішімде бәрі қайнап тұр. Қайнатам да сол жерде. Ол бұл жолы жасырмайды. Көзін тайдырмай қарайды. Тіпті бір сәт жымиғандай болды. Сол жымиыс жеркеніш тудырады. Мен орнымнан тұрып бөлмеме кіріп кеттім. Есікті жаптым. Бұл үйде әр қадам есеппен жасалады. Әр сөз бақылауда. Бірақ мен енді қорықпаймын. Мен дайындалып жатырмын. Сол күні енем әдейі бір нәрсе істеді. Түсте ол үйден шыққандай болды. Есікті қатты жауып кетті. Бірақ бірнеше минуттан кейін мен ас үйден ыдыс сыбдырын естідім. Ол кетпеген. Қалған. Тек бақылап отыр. Сол сәтте бәрі орнына келді. Бұл тек бір адамның әрекеті емес. Бұл екеуінің ойыны. Кешке тағы бір жағдай болды. Мен бөлмемде отырдым. Есік жабық. Бірақ құлыптамадым. Неге екенін өзім де білмеймін. Мүмкін тексергім келген шығар. Бірнеше минуттан кейін есік баяу ашылды. Бұл жолы тоқтаған жоқ. Қайнатам ішке кірді. Бірнеше қадам. Тура менің қарсыма. Мен орнымнан тұрдым. Жүрегім қатты соғады. Бірақ көзімді тайдырмадым. Не керек, дедім. Даусым қатты шықты. Бірінші рет.
Ол тоқтады, маған қарады. Ұзақ. Сосын жай ғана айтты. Қорқпа. Бұл сөз мені одан бетер шошытты. Себебі онда сенімділік бар. Шекара жоқ. Сол сәтте дәлізден дыбыс шықты. Енем. Ол есік алдында тұр. Бәрін көріп тұр. Бірақ ештеңе демейді. Тек қарап тұр. Мен сол сәтте түсіндім. Ол қарсы емес. Ол тоқтатпайды. Ол бәрін бақылап тұр. Қайнатам баяу бұрылып шығып кетті. Енем де үндемей кетіп қалды. Бірақ кетер алдында маған бір көз тастады. Сол көз қарас. Сен бұл жерден оңай құтыла алмайсың дегендей. Мен есікті жауып құлыптадым. Қолым дірілдеп тұр. Бірақ ішімде енді қорқыныштан гөрі шешім бар. Сол түні мен соңғы жоспарымды жасадым. Бұл үйден кетем. Бірақ жай кетпеймін. Бар шындықты өзімен бірге алып кетем. Сол түн бәрінің бетпердесін ашты. Сол күні кешке үй ерекше тыныш болды. Тым тыныш. Бұл жай тыныштық емес. Бір нәрсе болатынын алдын ала сездіретін ауыр тыныштық. Мен дайын едім. Телефонды тағы да жасырдым. Бұл жолы анық жақсы бұрышта. Ештеңе қалдырмау керек. Енем әдеттегіден ертерек жатты. Бірақ мен сенбедім. Ол ұйықтап жатқан жоқ. Ол күтуде. Түн ортасы. Үй қараңғы. Мен бөлмеде отырмын. Жарық сөнген. Бірақ көзім ашық. Жүрегім әр дыбысқа дайын. Сосын дәлізден қадам естілді. Баяу. Сақ. Тоқтады. Есік алдында. Бұл жолы есік жай ашылмады. Ашық тұр. Біреу ішке кірді. Қайнатам. Ол ештеңеден қорықпайды, ештеңені жасырмайды. Мен орнымнан тұрдым. Қараңғыда көзіміз түйісті. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай. Бұл соңғы рет, дедім. Даусым анық шықты. Ол бір қадам жақындады, тоқтамады. Бірақ дәл сол сәтте жарық жанды. Есік алдында енем тұр. Бәрін көріп тұр. Бұл жолы да үнсіз емес. Жетер, деді қысқа ғана. Бірақ оның үні ашулы емес, суық, есеппен. Қайнатам тоқтады. Сосын жай ғана сыртқа шықты. Бір сөз жоқ. Мен енеме қарадым. Бұл жолы мен үндемедім, күттім. Ол маған жақындады. Тым жақын. Бұл үйде бәрі тәртіппен жүреді, деді. Бұл сөздің ішінде шындық бар. Бірақ ол мен ойлаған тәртіп емес. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Ол бәрін білген. Ұзақ уақыттан бері. Бірақ тоқтатпаған. Мен бөлмеме кіріп есікті жаптым. Телефонды алдым. Қолым дірілдеп тұр. Бірақ видео бар. Барлығы жазылған. Бұл жолы толық. Сол түні мен ұйықтамадым. Таңды күттім. Соңғы рет. Таң тыныш басталды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай ауыр емес. Бұл шешім қабылданғаннан кейінгі тыныштық. Мен сөмкемді жинақ қойдым. Артық ештеңе алмадым, тек ең керекті заттар. Телефон қолымда, ішінде шындық. Күйеуім үйге кіргенде мен дайын тұрдым. Бұл жолы жылау жоқ, сындыру жоқ, тек әрекет. Отыр, дедім қысқа ғана. Ол ештеңе сұрамады. Мен видеоны қойдым. Экранда бәрі анық. Қараңғы бөлме, есіктің ашылғаны, қайнатамның ішке кіргені, жақындағаны, тоқтамағаны. Сосын жарық жанған сәт. Енемнің есік алдында тұрғаны, бәрін көріп тұрғаны, ештеңе істемегені. Видео біткенде бөлмеде өлі тыныштық орнады. Бұл жолы күйеуім бірден сөйлемеді. Ол жай отырды. Басын төмен түсіріп, барлығын ішінен өткізіп. Бірнеше секундтан кейін ол орнынан тұрды. Ештеңе деместен сыртқа шықты. Ас үйден дауыстар естілді. Алдымен жай. Сосын қатты. Сосын айқайға айналды. Бұл не? Неге тоқтатпадың? Бұл күйеуімнің дауысы. Бұрын ешқашан бұлай сөйлемеген. Енемнің дауысы төмен, салқын. Ақталу жоқ. Тек қысқа жауаптар. Қайнатам үндемеді. Бірақ бір сәттен кейін ауыр қадам дыбысы шықты. Есік тарс жабылды. Үй бір сәтте босап қалғандай болды. Ауырлық кеткендей. Күйеуім қайта кірді. Көздері қызарған. Бірақ бұл жолы оның көзінде бір нәрсе бар. Шындықты қабылдау. Мен сенбедім, деді баяу. Қателестім. Мен үндемедім.
Бұл сөздерді күтіп жүрген жоқпын. Ол жақындады. Қалшы, бәрін түзетеміз, деді. Мен басымды шайқадым. Жоқ. Даусым тыныш, бірақ анық. Бұл тек бүгін басталған жоқ. Ол үндемей қалды. Себебі енді бәрін түсінді. Мен есікке қарай жүрдім. Сөмкемді алдым. Дәлізден өткенде енемді көрдім. Ол орындықта отыр. Алғаш рет, үнсіз емес, әлсіз көрінді. Көздері төмен. Бірақ мен тоқтамадым. Есікті аштым. Сыртқа шықтым. Ауа таза, жеңіл. Сол сәтте ғана толық түсіндім. Мен қорқыныштан емес, шындықтан қашып жүргенмін. Енді бәрі анық. Кейбір адамдар шекараны сөзбен емес, әрекетпен бұзады. Ал кейбірі соны көре тұра үнсіз қалады. Үнсіздік бұл бейтараптық емес, бұл келісім. Өзінді қорғау ешқашан қателік емес.